Ассалаумағалейкум қазақтарым. Мен бұл туралы видео лекция түсіргем, бірнеше рет жазғам, бірақ адамдар көп оқымайды, көп көрмейді мені. Сондықтан қайталап айтуға тура келді. Міне Турция менен Сирияда жер сілкінгеннен кейін адамны құтқарушылар жас балаларды, жас сәбилерді құтқарып алып жатқан кезде көптеген адамдар оларды періштемен салыстырып жатыр да, кішкентай балалар күнәсіз періште ғой, сонысын Алла Тағала аманат қылып жатыр ғой деген сияқты сондай әңгімелер айтып жатыр. Даже біздің ана дүмше имамдардың өзі періштемен салыстырып жатыр жас балаларды. Жоқ, ол қате нәрсе. Періште деген ол адамнан төмен положениесі, адам жоғары. Періштелер адамға сәжде жасаған, бас иген кезінде. Періште деген бұл адам емес, ол робот. Ол періштеге ауа қажет жоқ, су қажет жоқ, тамақ қажет жоқ оған, киім қажет жоқ, адам сияқты. Оларға Алла Тағала не бұйырады, олар робот сияқты соны орындайды. Сондықтан да өздеріңіздің балаларыңыздың қадір қасиетін періштеден төмен түсірмеңіздер, періштемен салыстырмаңыздар. Өйткені періште деген тіпті басқа нәрсе, бізге адамға ұқсамайды олар. Періштелерді күнәкар, күнәсіз деп айтуға болмайды. Мына адамды ауыртатын да періштелер, адамның жанын алып өлтіретін де періштелер. Сондықтан да періштелер тек қана адамға көмектеседі деп ойламаңыздар. Адамға көмектесетіндер де бар, көмектеспейтіндер де бар, оның әртүрлі. Біз оның көп нәрсені білмейміз, сондықтан аузымызға, тілімізге ие болу керек, күнә жасамас үшін. Мына ауырған кезде Алла Тағаладан бұйрық келеді. Мысалы, буының ауырды ма, Алла Тағаладан бұйрық келеді періштеге, сол буының функциясын бұз деп. Сол кезде буының функциясы бұзылады. Басың ауырды ма, сол кезде періштеге бұйрық келеді. Жазылған тағдырың бойынша осы адамның басын ауырт деп. Сондықтан да балаларыңызды періштемен салыстырып күнә жасамаңыздар, ауыздарыңызға ие болыңыздар, сақ болыңыздар.